конкурсқа қойылғаннан кейін ауылдың адамының ұтып алуы, Иә. сырттың адам ұтып алуы ешкім кепілдік бере алмайды. Оны жаңағы біз сізбен бірге бірігіп отырып жаңағы осыған требованиені бірге жазайық, чтобы жаңағы осы мүмкіндікті осы ауылдың азаматтарына беруге көмектесеміз деп отырмыз. Ол жағынан біз көмектесеміз. Заң шеңберінде бірақ жақсы ма? Заң шеңберінде. Сіз қоғамдық кеңеске мүше болдыңыз ғой? Сіз болдыңыз ғой? Болды, қоғамдық кеңес ретінде бірге өздеріңіз осыны бастағанда құжатын жаңағы конкурстық рәсімдерге құжатын әзірлегеннен кейін требованиеден бастап бәрін толығымен өздеріңіз бірге болыңыздар, чтобы ыңғайлы болсын. Хорошо? Жаңа жұмысты маған тапсырды көздеріңіз. Түстен кейін міне келіп отырмын сіздердің алдыларыңызға. Мен өзім келіп кетіп жатқан жоқпын. Сіздер шақырттық хабарласып, міне келдік осы жаңа көтерілген мәселенің бәрін бірге жүріп өтейік деп тұрмыз. Әрине, міне жаңа құжатын не үшін алдыртып отырмыз? Сіздің жаңа күмәніңіз болмасын деп тұрмыз. Жаңа айттыңыз ғой, сіздер енді құр сөз ол көрген жоқпыз құжатын деп. Құжатын көрейік дедіңіз. Міне құжатын алып келдік. Құжатын көрсетейік деп тұрмыз. Міне көрсеттік өздеріңіз. Сайтастар осы жерге. Онда осы жерге орталық екен көрініп тұр. Иә, мен өзім де көріп тұрмын. Жоқ, мына жер былай аралап өтейікші. Осында осы жер осы балаларға дұрыс сияқты. Жақсы, онда жаңа мынау балабақшаның мәселесін көтерілмей қойсын, сносқа кете берсін. Онда балалар ойнаймыз. Жақсы. Ал воркаутшы бір бұрышқа жасайсыз. Бәрі ана бұрышта сияды ана бұрышқа. Ана жерде ағашқа жақсы екен. Напака. Мына жақта да здание, мына жер садик ашам, балабақша ашам деген ол керек емес қой. Жақсы, енді өздеріңіздің сөздеріңіз ғой. Мен ұсыныс жасаған жоқпын, ұсыныс жасаған сіздер. Жақсы, қандай ұсыныс болса да енді ұсыныс сіздермен санасамыз ғой. Сондықтан біз қолдаймыз. Жақсы, міне балалар